Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге әдеттегідей қысқа нұсқа каналы. Бүгін мен сіздерге үнді кинематографтары тарапынан түсірілген 2012 жылы жарық көрген «Шыбын» деп аталатын фантастикалық экшн фильмінің сюжетін айтып беремін. Бай және ықпалды кәсіпкер Судип атыс алаңындағы барлық нысандарға дәл тигізеді. Айналасындағылар оның дәлдігіне таңғалады. Оның досы және серіктесі Адитя кеңес отырысының бірнеше минуттан кейін басталатынын айтады, бірақ адам асықпайды. Судип сұлу қызды байқап, оның қасына барып атуды үйретті. Қыз болашақта да сабақтарды жалғастыруды ұсынады. Бинду миниатюрлық заттарды жасаудың шебері. Қыз жаңа ғана кесіп алған кішкентай жүрегіне риза емес. Осы сәтте кенеттен барлық аймақта жарық сөніп қалады. Бинду ай сәулесінде терезенің алдында жұмыс жасауға тырысады, бірақ ол тым қараңғы еді. Нани қарама-қарсы үйдегі қыздың көршісі. Ол қызға 2 жылдан бері жауапсыз ғашық болатын. Жігіт сүйіктісіне фонарик пен палганың көмегімен прожектор жасайды. Ал Бинду болса өз жұмысын сәтті аяқтап, терезені жауып ұйықтауға кетеді. Нанидің досы қызды алғыс айтпағандығы үшін сынайды. Бірақ қашық жігіт қыздың әдейі ол түні бойы үйдің төбесінде отырмай ұйықтай алуы үшін терезені жапқандығын айтады. Судип өз компаниясының 3 жылдығына орай салтанатты кеш ұйымдастырады. Осы кеште Судиппен мүлде келісімге отырғысы келмеген шенеуліктердің бірі оған қол қойылған қағаздарды өзі әкеліп береді. Адитя бұл жағдайға таң қалады. Алайда шенеуніктің әйелі ату алаңындағы қыз екенін көргенде, Адитя бұл әйелдің күйеуін маңызды құжаттарға қол қоюға көндіргенін түсінеді. Достар жетістіктерін тойлайды, ал Судип болса оның алдында ешқандай қыздың қарсы тұра алмайтындығын айтып мақтанады. Сондай-ақ ол қолындағы барлық байлығының әйелінен қалғандығын және де әйелін өлтіріп барлық ақшаны өзі иемденіп алғанын жайбарақат айтады. Бинду сонымен қатар мұқтаж балаларға оқулықтар беретін 511 коммерциялық емес ұйымын басқарады. Ұйымға шынымен де бай демеушілер қажет еді. Қыздың жеңгесі қайырымдылықпен айналысуды жоспарлап отырған Судиптің компаниясына хабарласуды ұсынады. Қыздың ғашығы Нани келіп, олардың қажеттілігіне бар болғаны 15 рупий береді. Бинду Судиптің кеңсесіне келеді және де оның сұлулығына тәнті болған адам ойланбастан 15 миллион рупий қайырымдылық жасайды. Әрине ол осылайша қызбен әрі қарай таныстықты жалғастыруды жоспарлайды. Кәсіпкер Биндудың есту қабілеті нашар балаларға кітап таратып жатқандығын көріп, оның қасына келеді және де компаниялар арасындағы ынтымақтастықтың басталуын мейрамханада атап өтуді ұсынады. Олар бірге түскі ас ішіп отыр. Осы сәтте қыз Наниден романтикалық хабарлама алып, алыстан жігіттің оған сүйіспеншілікпен қарап тұрғандығын байқайды. Осылайша Бинду Наниге қарап отырып, бизнесменді мүлдем елемейді. Судип мұны көріп қатты ашуланады. Түскі астан кейін кәсіпкер қызды үйіне жеткізіп тастамақ болады. Алайда қыз ізінен келе жатқан Наниді байқап, оны азық-түлік алу үшін базарда түсіріп кетуін сұрайды. Судип қыздың ізінен аңдып, оның жігітпен бірге базар аралап жүргендігін көреді. Кәсіпкер қыздардың өзіне бұлай дөрекілік көрсеткендігіне үйренбеген, сол үшін де ол өз қарсыласынан құтылуды жоспарлайды. Бір күні Бинду жұмыста түнге дейін отырып қалады. Қыз үйге жалғыз қайтуға қорқып, Наниге әдейі бос хабарлама жібереді. Ол оның лезде жетіп келетінін білетін. Күтілгендей бақытты жігіт бірден сүйіктісінің жұмысына жүгіріп барып, оны үйіне дейін шығарып салады. Қыз үйге кіргенде ақ фургон келіп, Наниді ұрлап кетеді. Судип жалдаған қарақшылар жігітті аяусыз ұрып соғады. Нани мұның Бинду үшін екендігін білгенде, егер қызға саусағының ұшын тигізетін болса, кәсіпкерді өлтіремін деп уәде береді. Бұл Судипті одан бетер ашуландырып, ол жігітті ұрып өлтіреді. Бинду Наниді қатты жақсы көретіндігін түсініп, оған қоңырау шалып, бұл туралы айтқысы келеді, бірақ барлығы тым кеш болатын. Жігіттің жаны тәнінен айырылып, жақын жерде тұрған шыбын жұмыртқасына орналасады. Таңертең Судип сатып алған полицейлер Нанидің түнде жол апатынан қайтыс болғандығын хабарлайды. Бинду сүйіктісінің
жансыз денесін көріп қайғырып жылайды. 10 күннен кейін жігіт шыбын денесінде қайта туылады. Жұмыртқадан жаңа ғана шыққан ол өткен өмірінен ештеңе есіне түсіре алмайды және де ұшуға тырысады, бірақ оның қанаттары әлі қатаймаған еді. Осы сәтте дауылды су оны шайып кете жаздайды. Бақытына орай жігіт соңғы сәтте ұшып үлгереді. Нани үлкен сабын көпіршіктерімен қуана ойнайды. Жігіт крикет тобына жабысып қалып өліп қала жаздайды, алайда ол алманың өзегіне келіп ақырын қонады. Енді оны құс қуалап кетеді. Жігіт жақын маңдағы үйдің терезесіне әрең дегенде ұшып кіріп үлгереді. Ол бір кесе суды байқап, оны ішуді шешеді, бірақ ер адам өзіне мұздатылған шай дайындап жатып, байқаусызда Наниді суға түсіріп алады. Жігіт бұл адамның судеб екендігін көріп, өткен өмірін бірден есіне түсіреді. Ол ашуланып, зұлым адамға шабуыл жасайды, бірақ қазір ол кішкентай ғана шыбын еді. Бірнеше сәтсіз шабуылдан кейін Нани Бинду жасаған бұйымдарды көреді және де қызды есіне түсіріп, оған қарай асығады. Жігіт барынша қыздың назарын өзіне аударуға тырысады, бірақ Бинду әрине өзінің сүйіктісін жаңа ерекше көрінісінде танымайды. Сонымен қатар ол қыздың жеңгесіне Наниді қатты жақсы көргендігін және де қатты сағынып жүргендігін айтып жатқандығын естіді. Түскі ас уақытында Бинду кеңседе жалғыз қалады. Осы сәтте Суди оған досының қайтыс болуына байланысты көңіл айту үшін келеді. Нани бірден зұлым адамға шабуыл жасайды және де қалған қызметкерлер кеңсеге оралғанша жігіт Судипті барынша азаптайды. Нани адамның ізінен аңдып келесі шабуылын бизнесмен мини саунада отырған сәтте жасайды. Ол тағы да Судиптің құлағына кіреді. Осы сәтте сауна өз орнынан жылжып кетіп, сүлгі кептіргіштің үшкір ұштарына қарай жылжиды. Алайда бизнесменнің қатты жолы болып, оның басы екі сымның арасынан өтіп кетеді. Сауна қызметкерлері клиентті сыртқа шығара салысымен ол орамалын алып, жалаңаш түрде шыбынның артынан қуа жүгіреді және де бизнес серіктестерінің алдында өзін ақымақ ретінде көрсетеді. Кейінірек Суди Биндуға Делиге бірге барып, инвесторларға өздерінің жобаларын бірге ұсынуға шақырады. Олар келесі күні әуежайда кездесуге келіседі. Нани бұл сапарды бұзуды шешеді және де кәсіпкердің түнде ұйықтауына жол бермейді. Бірнеше сағаттар өтеді, ал кәсіпкер шыбынмен күресемін деп әлі де ұйықтай алмады. Ақыр соңында Суди мумия сияқты оранып алып, аздап ұйықтап алады. Оны Биндудың қоңырауы оятады. Ол ұшаққа отырғызудың 30 минуттан кейін басталатындығын айтады. Кәсіпкер әуежайға қарай асығады, бірақ Нани оның соңынан ереді. Ол қиылыста жол полициясын алаңдатып, содан кейін жолда нағыз қауыс жасайды. Суди Биндудан рейстің 30 минутқа кешіктірілгендігін естіп, жалға басқа көлік алып әуежайға қарай асығады. Нани зұлым адамның тура көзіне қарай ұшады. Судип ауыр апатқа ұшырайды және де көліктің ішінде қамалып қалады. Нани құммен ластанған көлік терезесіне "Мен сені өлтіремін" деген жазу жазады. Судип жеңіл жарақаттармен құтылады және де шыбынға қарсы дәрі сатып алып, оны барлық жерде өзімен бірге алып жүреді. Жұмысшылары бастықтарын апаттан кейін есінен айырылған деп ойлайды. Бинду кәсіпкерді көруге келеді. Бұл Нанидің ашуына тиеді және де ол шабуыл жасамақшы болады. Алайда қыз дәріні алып шыбынға шашады. Жәндік терезеден құлап өлуге сәл-ақ қалады. Бақытқа орай шығып бара жатқан кезде Бинду абайсызда су бүркігішті қосып жібереді және де ол Нанидің денесіндегі химиялық заттарды шайып тастайды. Судип энтомологтан жәндіктер адамның ізінен аңди алады ма деп сұрайды, бірақ ол Судипқа психологтың көмегіне жүгінуге кеңес береді. Бизнесмен ешкімге сенбейді және де апатқа ұшыраған көлікті көру үшін қайтып келеді. Осы сәтте жұмбақ бір адам оған жақында оның бар байлығы жанып кететіндігін айтады. Судип көліктен "Өлтіремін" деген жазуы бар әйнектің бөлігін тауып алады және де шыбынның шынымен де оны өлтіргісі келетін
келетіндігін түсінеді. Келесі күні Нани Биндудың досының қайтыс болғанына қайғырып, қалай жылап жатқандығын көреді. Жігіт қыздың көз жасының көмегімен үстелге «Мен Нанимін, мен қайта туылдым» деген жазуды жазады. Нани сүйіктісіне Судиптің қызға қол жеткізу үшін оны өлтіргендігін көрсетеді. Сонымен қатар қыздан зұлымдықпен күресу үшін көмектесуін сұрайды. Бинду Нани үшін оны дәрінің уынан қорғайтын миниатюрлық көзілдірік жасайды. Енді ешкім жігітті дәрімен қорқыта алмайды және де ол зұлымға шабуыл жасауды жалғастырып, оның өмірін тозаққа айналдырады. Қыз жігітке жауын жеңе алу үшін көп жаттығып, күшті болуға көмектеседі. Судиптің көмекшілері шыбын өлтіргіштер мен шыбынның ізінен қуалайды, бірақ ол олар үшін тым күшті еді. Жігіт тіпті сөнбеген темекі қалдығының көмегімен бизнесменнің төсегін жағып жібереді. Енді Судип мүлдем ұйықтай алмайды, бірақ жігіт оған шабуыл жасауын жалғастыра береді. Алайда ол қанша тырысқанымен зұлым адамды өлтіре алмайды. Бинду досының алдыңғы аяқтарына үшкір металл бекітпелер жасайды және де бұл оны одан сайын күштендіреді. Нани тірі кезінде от шашу жасаудың маманы болғандықтан, ол қыздың көмегімен ойыншық зеңбірек пен болат шарлардан миниатюрлық зеңбірек жасайды. Өкінішке орай Судиптің көмекшісі қағазды бөшкеге абайсызда жабыстырып, барлық жоспарды бұзады. Кәсіпкер үйге кіруге мүмкіндік бермейтін терезелер орнатады, ал кіреберісте барлық адамды арнайы сканермен тексереді. Нанидің үйге ұшып кіруі мүмкін болмай қалады. Ол Биндудан терезені ашып ішке кіргізуін сұрайды. Судип қызға қырындауға тырысып жатады. Осы сәтте жігіт ішке кіріп, оның терісін темір тырнақтарымен тырнап тастайды. Келесі күні Судип өзінің негізгі жобасын қаржыландыратын инвесторлармен маңызды келіссөздер жүргізуі керек. Тура жобаны таныстыру кезінде ұдайы ұйқының болмауымен және де шыбынмен үнемі күресуден шаршаған Судип жәндіктер мен оларға қарсы дәрілер туралы бос әңгімелер айта бастайды. Нани жауын мазақтайды. Ол шыбынды өлтіру үшін қонақтардың бірінен соң бірін ұра бастайды. Инвесторлар жобаларды қаржыландырудан бас тартып қана қоймай, олар компанияны қарызға батырады және де салық басқармасына қоңырау шалып, Судиптің алаяқтықтары туралы барлық шындықты айтып береді. Кәсіпкер тез арада кеңседегі барлық ақшаны алып шығуға тырысады. Әрине, Нани зұлымның бұлай жасауына жол бермейді және де ол өзінің барлық ақшасын өртеп жібереді. Осы сәтте Судип байлығының барлығы өртеніп кетеді деп айтқан бейтаныс адамды еске алады. Судип сол адамға қарай жол тартады. Бұл адамның аты Тантра болатын және де ол қара магияның маманы еді. Сиқыршы кәсіпкерге Нанидің шыбын болып қайта туылғандығын айтады. Тантра ритуал өткізеді және де жігітті аулау үшін екі зұлым құсты жасайды. Құстар үйдің ішін аралап жігіттің ізінен қуады, бірақ жігіт екеуін де жеңіп шығады. Осылайша сиқыр бұзылады, ал Судиптің бөлмесі болса ащы түтінге толады. Сиқыршы бөлмеде қайтыс болады, ал Судипті болса соңғы сәтте Адитя құтқарып үлгереді. Судип бейнебақылау камераларының жазбасын қарап отырып, шыбынды ішке Биндудың кіргізгендігін көреді. Судип Биндуды кепілге алып, Нани оның алдында тізе бүкпесе қызды өлтіремін деп қорқытады. Нани сүйіктісі үшін беріледі, бірақ Судип оны басып езіп тастағысы келгенде, ол Судиптің аяғының астына ине тығып алады. Кәсіпкер жауын атып өлтірмекші болып, үйінің жартысын қиратып тастайды. Алысу кезінде Бинду жасырынып үлгереді. Нани еденге ауыр люстраны құлатады. Оның өткір сынықтары зұлым адамның бетіне түседі. Ақыр соңында кәсіпкер магниттің көмегімен шыбынды қолға түсіреді және де қызды тауып алады. Ол жаудың қанатын жұлып тастайды және де денесін тесіп тастамақ болады. Нани зеңбіректен қағаздың түсіп қалғанын байқап, барлық ерік жігерін жинап өзін құрбан етеді. Ол жанып тұрған сіріңкенің жалынынан зеңбірекке секіреді. Зеңбіректен металл доп атылып, бизнесменнің денесін тесіп өтеді. Содан кейін оқ газ баллонның тесігіне түсіп, үйді егесімен бірге жарып жібереді. Бақытқа орай Бинду бұрышқа тығылып үлгереді. Бұл жағдайдан арада бір ай өтіп, қыз үйіне мопедпен келе жатқанда жолда оған бір жігіт тиісе бастайды. Нани қайтадан шыбын кейпінде
фильмінде қайта туылып зұлым жігітке шабуыл жасайды. Осылайша жігіт барлығына қайта оралғандығын хабарлайды. Осымен фильм аяқталады. Достар, егер фильм ұнаған болса, оны әдеттегідей 1-ден 10-ға дейін бағалап кетіңіздер. Айтпақшы, осындай қызықты видеолардың көбірек шығуына үлес қосу үшін және де бізге қолдау білдіру үшін каналға тіркеліп, осы видеоға лайк басып, достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыздар. Ал бүгінге бізде осымен тәмам. Келесі жаңа видеоларда кездескенше сау болыңыздар.